Шынайы жолаушы. Өмірді танығысы келген бір жас жігіт дүниені аралап, саяхаттап жүрген елдерінің бірінде мәшһүр бір ғалымның үйіне қонаққа барады. Саяхатшы ғалымның тұрған үйінің дуалдарының кітаптарға толы екендігін көреді. Қатты таңғалады. Әрине, бірақ мұның мәнісіне бара алмайды. Үйде жерге төсеулі бір кілем, дуалдың түбінде бір төсек, ортада тұрған бір стол мен орындықтан басқа еш нәрсе болмайды. Таңданысын жасыра алмай сұрайды: неліктен ешқандай заттарыңыз, жиһаздарыңыз жоқ? Ғалым қолымен әлгі заттарын меңзеп жауап береді: бар, міне олар. Енді айтайын дегенім, басқа жиһаздарыңыз, бұйымдарыңыз қайда? Ғалым бұл сұрағына сұрақпен жауап береді: балам, сенің де артықша ешқандай заттарың жоқ қой. Тек мына арқалап жүрген сөмкең ғана тұр. Ал сонда сенің заттарың қайда? Жас жігіт бұл күтпеген сұраққа былай деп жауап қайырады: өзіңіз көріп тұрғандай, мен жолаушымын. Сонда ғалым күлімдеп, дұрыс айтасың дегендей болып, басын изейді де, мен де ақырет жолаушысымын деп жауап қатады.